Сәлем, қайырлы күн достар. Ерлан деген бір ағамыз жазыпты. Ассалаумағалейкум бауырым. Май чүпке қалай тұру керек деп. Енді сол жайлы сіздерге бір видео түсіріп жіберейін. Дәл осы жерден тоқтата тұрып скриншоттап алайын. Енді түсінікті болу үшін дәл мына біздің астығы көріп тұрған айнамыз осының мына бүйірінде және мына жақ жаңғы бүйірінде осы майдың чүбін көрсетіп тұратын белгісі болады. Кейбір мотоциклдерде сызық болу керек. Енді кейбір мотоциклдерде үшбұрыш стрелкамен белгілеп қояды. Енді біздің мотоциклдің коробкадағы майы осыдан төмен түсіп кетпеу керек. Мүлдем түсіп кетпеу керек. Сәл жоғары болғаны ешқандай әсер ете қоймайды, бірақ мүлдем түсіп кетпеу керек. Енді сіздерге түсінікті болу үшін тағы ары қарай кеттік видеоны. Енді бұл ғана емес, біздің әдетте чүпті тексеретін мына қақпағымыз бар. Енді осы жерден де чүпті тексеретін өзінің меткісі бар. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы YouTube каналына өтіп, сілтемесіне кірсеңіздер, менің телефон нөмірім және WhatsApp нөмірлерім жазылған. Қандай да бір түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, соған шығып сұрасаңыздар болады. Енді мынаны да толығымен түсіндіре кету үшін, бұны да скриншоттап алайын. Енді бұндағы майдың тұратын орны бұл. Мына сары сызықпен сызған жердегі сызық. Мына сары сызықпен сызылған сызық ең төменгі чүптің чегі. Яғни бұл сары сызықтан төмен түсіп кеткен жағдайда мотоцикліңіз үстік болып қалуы әбден мүмкін. Осыдан жоғары болу керек. Яғни осы сары сызық пен қызыл сызықтың ортасында болады. Әдетте біздің құйған 1 литр аптолымыз. Негізгі чүптің тұратын орны осы екі сызықтың аралығында болу керек. Сарыдан мүлдем түсіп кетпеу керек. Қызылдан аз өрлеуіне болады, бірақ өте көп мөлшерде болмау керек. Өйткені ол сапынан қайтадан карбюраторға қарай айдап жіберуі мүмкін. Не болмаса жаңа мотоцикл болса да, колсып поршыныңыз кетпесе де, кейбір мотоциклдерде қара түтіндеп кету жағдайы болады. Яғни ол деген сөз, ол көп мөлшердегі майыңыз коробкадағы колсып поршынға нагрузка болады деген сөз ғой, ауырлық қылады деген сөз. Сондықтан осы екі аралықта болғаны ең дұрыс. Енді ары қарай тағы да сіздерге көрсетейін. Бұны енді түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді ақыр осы май туралы сөз қозғаған екенбіз. Енді коробкадағы майды қалай ауыстыру жайлы да сіздерге айта кетейін. Ол үшін сіздерге мына жазуды толығымен көрсетейін. Осы арқылы түсіндірейін. Бұны да скриншоттап алайық. Енді осы скриншоттағанымызды ағылшынша ғой. Сондықтан бұны енді Google-ға жіберейік. Міне оқыпты. Қызмет көрсетіңіз және майлаңыз дейді. Енді бұда Google қазақша аудармасында біраз өзгерістер болады енді. Оны ары қарай ақырындап түсініп алуымызға болады. Ел майын оның толығына алмастыратын жаңа қозғалтқышқа құйып, 300-ден кейін сүзгі тазалаңыз. Километр деп жазып қойыпты. Яғни айтпақшы болғаны 300 километрдан кейін сүзгіні тазалайсыз дейді ғой. Жаңа мотоциклді алғаннан кейін.
Енді өйткені одағы шештірналардың желінуі бар, іштегі сальниктердің желінуі бар, солардан шыққан қоқымды міндетті түрде 300 километрден кейін тазалауыңыз керек. Одан кейін жаңа майды бір рет 1000 километрге алмастыру дейді. Енді бұның айтпақшы болған, енді 1000 километрден кейін майыңызды алмастыр демекші ғой. Яғни жаңа мотоцикл болған жағдайда 1000 километрден кейін ең алғашқы майыңызды міндетті түрде айырбастап жіберуіңіз керек. Енді бұл майды алмастыру дегенде, бұл май қаншалық көп алмасса, мотоциклдің моторына жұмыс істеуіне соншалық пайдалы. Бұл майға ауыстырғанға ерекше көңіл бөліңіздер. Май сыйымдылығы 1 литр дейді. Енді әдеттегі мотоциклдің майлары да сатылған кезде 1 литр болып сатылады. Десе де енді моторға құйған кезде жаңағы жұпқа қарап құйғандарыңыз өте дұрыс. Енді кейбір 1 литрлік майдың өзінен 100 грамм, 200-дей асып қалады. Енді кейбір коробкаларға байланысты 1 литрдің өзі аздық ететін жағдайлары болады. Онда коробкаға өстіп жазып қояды. 1-де 1, 1-де 3 деп. Енді мотоциклдің объемына байланысты ғой ол енді. Одан кейін майдың қызмет көрсететін және оны ауыстыру уақытында дейді. Бұл сөз енді уақытында майыңызды ауыстырып отырыңыз деген сөз ғой. Енді біздің қазақшаға аударған кездегі тіке аударғанда осылай болып шығып жатады. Жарайды, бүгінше осы. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Қандай да бір түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, WhatsApp-қа шығып сұрауларыңызға болады. Жақсы, қайырлы күн баршаңызға. Тек сәттілік.